Сәлеметсіз өмірге рахмат. Бүгін біз өзіңіз асар еткен Оливердің оқиғаларын жалғастырамыз. Көбісіңіз Оливердің оқиғаларына қызығып кеттіңіз. Енді оны жалғастырайық. Сонымен өткенде айтып едім, Оливердің қалай туылғанын, Оливердің Бамбл мырзаға көп тамақ беруге барғанын айтып едім. Сонымен аяқтаған едім. Бірақ бұл тарих тоқтамайды. Сөйтіп Оливер Бамбл мырзаға барады, тамақ сұрап. Бамбл мырза ашуланғаннан оны зынданға қамайды, жертөлеге. Себебі ол көп ботқа сұраған үшін. Сыр өткенде комментарийлерде оқып отырып, менің анашым айтады, ең көп подписчик сенде болады дейді. Әпкем де айтады. Оны енді болатын шығар. Бәрі сіздердің қолдарыңызда достар. Сөйтіп Оливерді бірақ жетімдер үйінен көп адам сұрағысы келеді. Бірақ алғысы келеді, яғни. Бірақ олар бермейді. Бір Сауэрбери деген табытшылықпен айналысатын мырза бар. Соған бергісі келеді. Сөйтіп Сауэрбери мырза алып кетеді. Оның әйелі Сауэрбери ханым мен оның ұлы Ноя Клейпол дегендер Оливер жақтырмайтын. Сөйтіп айтатын Оливерге, анау әйелі Сауэрбери ханым, жертөлеге апарып, әне сенің төсегің деп анандай табыттарды көрсететін. Жұқа төсек нелермен жатқан, көрпелермен жатқан. Сөйтіп бір күні Оливер ұйқыдан оянса, бір бала тұр екен, Ноя Клейпол деген. Соған айтып, табыталасып дейді. Мен енді бұлай әзілдеспе дейді. Ноя Клейпол деген. Мен жаңа қожайын дейді. Жаңа Сауэрбери ханым Оливер жамандап қайтты деп бір ой тапқысы келеді. Сөйтіп бір күні оны балағаттап, анасында балағаттайды. Сөйтіп Оливердің кешкі дәрістер кейіннен де балағат болады. Сөйтіп Оливер ашуланып, оны жағасынан ұстап алып ұрады. Сауэрбери ханым айқайлайды, көмектесіңдер. Ноя Клейпол жетіп келіп, Оливерді теріп жібереді. Сөйтіп Оливер таяқ жейді. Себебі оның досы Сауэрбери отбасындағы тек қана Сауэрбери мырзаның өзі ғана болды. Оған қатты ұнады Сауэрбери мырзаға. Сөйтіп анау Сауэрбери мырза келген соң айтады, Сауэрбери хан жылап отырады. Маған тиісті дейді. Оливер айтады, ол мен анам балағаттады дейді. Өзіне де сол керек дейді Сауэрбери ханым. Тіпті олай емес деп айқайласып қалады. Сөйтіп ол байғұс Оливер Бамбл мырзадан ғана емес, Сауэрбери мырзадан таяқ жейді.
Сөйтіп Оливер таң атысымен заттарын жинайды да алды-артына қарамай кетеді. Бүгін достар, бұл тақырып табытшылық кәсібі тақырыбында видео түсірдік. Енді Оливердің қызықты оқиғалары не істелетін болады. Қызықты оқиғалары енді басталды, яғни достар. Оливер келесіде Лондон Оливердің баспанасы деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Ол тақырыпта Оливер тағы да жаңа отбасы табады. Сөйтіп Оливердің бар қызықты оқиғалары содан кейін жалғасады. Оливер, бірақ білмеймін мен, өзінің кітабында баяндалмаған, неге Сауербери ханым Оливер жақтырмаған. Мүмкін ол жетім болғандықтан шығар. Біз оны түсіндіре алмаймыз. Сонымен достар, видеоны лайк басып, каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.